Бауырды зақымдайтын жұқпалы аурулардың бірі вирусты гепатит А. Ол көбінесе лас су, дұрыс жуылмаған тағам және жуылмаған қол арқылы жұғады. Ауру адаммен тұрмыстық қарым-қатынас кезінде де инфекция таралуы мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, жүрек айнуы, дене қызуының көтерілуі болса, кейін тері мен көздің сарғаюы байқалуы мүмкін. Статистикалық мәліметке сүйенсе, 2024 жылдың басынан Қазақстанда вирусты гепатит А-ның 850 жағдайы тіркелген. Ал 2025 жылдың қорытындысы бойынша бұл инфекциямен сырқаттанушылық 2,5 есеге төмендеген. Мақтарал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары аурудың алдын алуда тазалық талаптарын сақтау және вакцинацияның маңызы зор екенін ескертеді. Әсіресе балаларды уақытылы екпе алуына мән берген жөн. Жалпы вирусты гепатит А ауруы бұл бауыр инфекциясы және онымен 14 жасқа дейінгі балалар көбінесе ауырады. Жалпы сақтық шаралары бұл бізде 2 жаста алынатын ВГА-ға қарсы вакцинамыз бар және 2 жас 6 айда ВГА-ға ревакцинация жүргізіледі. Осы вакцинациядан қалмау керек және осы 14 жасқа дейінгі балалардың вакцинациядан қалмауын қадағалау керек. Өйткені вакцина бұл аурудың алдын алудағы бірінші негізгі сақтық шара. Аурумен ауырған науқас жоқ біздің ауданымызда, аудан көлемінде. Бірақ бұл сумен жұққаннан кейін ішетін суы арқылы жұғады вирусты гепатит А. Аурудың алдын алу үшін қарапайым сақтық шараларын күнделікті әдетке айналдырған жөн. Таза су пайдалану, қолды сабынмен жиі жуу және тағам тазалығын сақтау инфекциядан қорғанудың негізгі жолдары. Клара Шербайқызы, Нұрсұлтан Саржанов, ақпарат, Мақтарал ауданынан.